Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тау-кен кәсіпорындар құрылысы пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті пайдалы қазбалар кен орындарын. Өткен 9-шы дәрісте екінші бөлім шахта оқпанын салудың 3-ші тақырыпшасын тік оқпандар құрылысының технологиясын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 10-шы дәрісте екінші бөлімнен шахта оқпанын салудың 3-ші тақырыпшасы тік оқпандар құрылысының технологиясы, оқпандарды желдету, жыныстарды тиеуді қарастырамыз. Оқпандарды желдету. Оқпандарды өтуде атылғыш заттардың атылысына кен жардың улы газдармен ластануы байқалынады. Оқпан аузының құрамын қалыпты күйде сақтау, қазбаларды желдеткіштермен желдету арқылы жүзеге асырылады. Оқпандарды өту кезінде желдетудің айдама және құрама схемалары жиі қолданылады. Желдетудің кең тараған түрі болып, айдама схема саналады. Бұл схемада таза ауа ағысы құрылай бойынша кен жарға беріледі, ал ластанған ауа ағысы оқпаның бойынша жер бетіне шығарылады. Екінші суретте оқпандарды өту кезінде кен жар желдетудің айдама схемасы келтірілген. Сондай-ақ бұл суретте құранда схема көрсетілген. Желдеткіш оқпан аузының тұсынан 20 метр ары қашықта орналастырылады. Ауа желдеткіш арқылы және құбыр арқылы кен жарға беріледі, ал ластанған ауа сорма желдеткіш арқылы атмосфераға шығарылады. Бұл суретінде көрсетілген құрамды схема көрсетіліп отыр. Онда айдама схема арқылы ауа кен жарға беріледі, а сорма схема арқылы ластанған ауа атмосфераға шығарылады. Жоғарыда көрсетілген схеманың артықшылығы кен жарда жабдықтандырудың қарапайымдылығы. Кемшілігі үлкен тереңдік оқпандарда желдетпелік бойынша ауаның жоғарғы әуре динамикалық кедергісі, құбырлар массасының үлкендігі. Сондай-ақ кеніштерді атырыстан кейін желдету кезінде оқпан бүтіндей улы газдармен тартылуы мүмкін. Бұндай жағдайда улы газдар санитарлық нормаға келтірілуі қажет. Оқпан диаметрі 8 метрден және тереңдігі 1 метрден артқан кезде, сондай-ақ кен жерде атылғыш заттардың үлкен көлемі арттырылған жағдайда желдетудің құрамы схемасы қолдану қажет. Оның мәні желдеткішті қолдану арқасында аяқталуында. Бір желдеткіш оқпан кен жеріне таза ауа берсе, ал екінші желдеткіш оқпандағы ластанған ауаны сыртқа шығарады. Схеманың артықшылығы атылғыш заттардың атырыстан кейін оқпанның кен жарлық бөлігіндегі улы газдардың қарқынды тазалануы. Схеманың кемшілігі жабдықтандырудың күрделілігі, желдеткішпен және екі желдеткіштің жалғастырылуы. Оқпанды желдетуге арналған негізгі жабдықтарға желдеткіштер мен желдетпелік құбырлар жатады. Әдетте оқпан бір құбырмен жұмыс істейтін екі желдеткіштермен жабдықталынады. Олардың арасындағы ең өнімді желдеткіш газ тәріздес өнімдерді атырыш жұмыстан кейін аз уақыт аралығында, яғни 30 минуттың шамасында газсыздандыру мақсатымен қолдануға арналған. Өнімділігі шамалы желдеткіш оқпанда бір мезетте жұмыс істейтін адамдардың санына байланысты қабылданады. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жер бетінде 20 метрге дейінгі арақашықта оқпан ілмелі жұмыс сөресіне дейін орналасқан және оқпандар желдетуге арналған желдеткішті металды немесе шыны пластикті құбырларға орнатады. Металды құбырлардың диаметрлері 400-ден 1200 мм құрайды. Майысқа құбырлар кен жардан 15-20 метрден алшақ қалмауы қажет. Оқпандарды желдетпелік құбырлар арқандарға ілінеді, немесе кергіштерге қатты бекітпеленеді. Жыныстарды тиеуді қарастырып өтейік. Жыныстарды тиеу ұңғымалық циклдің ең қиын өндірістерінің бірі болып саналады. Және циклдің 60% шамасын құрайды. Оқпандарды өту кезінде жыныстарды тиеу бойынша жұмыстардың күрделілігі, ауыртпалығы және ұзақтылығы спецификалық ерекшеліктермен шектелінген. Жыныстарды тиеу машинасын бүріп алмалық атқару ағзасы арқылы жынысты жоғарыдан төмен қарай өзіне меншікті массасымен қабу алу және қалашықтардың жабылу әрекеттерімен орындалады. Жыныс көлденең қимасымен және оларды кен жарда орнатуға арналған орын сандарымен шектелінген биіктігі 2-2 метрге дейінгі
қауғаға келінеді. Жыныстардың ығыстырылу жағдайлары қауғалар, яғни бадьялар, сораптар, насостар және қалыптамалар орналасқан жұмыс кеңістігі Кеңшар ауданымен шектелінеді. Бүріп алмалық, яғни грейферлік қондырғы басқару орнының Кеңшардан 6-7 метр биіктікке механикалық жүргізушімен басқарушы тегіс машинаның комбинасынан жынысты тиеуге арналған жабдықтардың тік схема бойынша орналастырумен жүзеге асырылады. Екінші фазада жынысты әкету бойынша операциялардың қол еңбегін қолдану қажеттілігімен жүзеге асырылады. Оқпандарды өту кезінде жыныстарды тиеуге арналған машиналардың конструкциялары келесі талаптарды қанағаттандыру қажет. Оқпанда немесе жер бетінде жеңіл жиналуы және бөлшектенуі қажет. Массалар мен өлшемдері шамалы болуы қажет. Оқпан Кеңшарының бүкіл ауданына қызмет көрсету қажет. Кеңшардың жақсы көрінуін қамтамасыз етулері қажет. Оқпандарды әртүрлі диаметрлердің және тереңдіктердің қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Оқпан қабырғалары соққыларынан сақтауға блоктаушылардың болуы қажет. Аттырыш жұмыстарының алдында және одан кейін, сондай-ақ үстінде, жылжу кезінде және түсіріп көтеруде жоғары маневрлі болу қажет. Аттырыш жұмыстарын газ тәрізді өсімдерінен оқпанды тазалағаннан кейін және оқпанның Кеңшар бөлігін қауіпсіз күйге келтіргеннен кейін жынысты тиеу басталынады. Содан кейін кезектік теспелер бұрғылау өндірісіне қатысты Кеңшарда тазалаумен аяқталынады. Оқпандарды өту кезінде аттырылған жыныстарды тиеу жұмыстарын механикаландыру үшін негізінде механикаландырған немесе қолмен жүргізуден тұратын КС типті бүріп алмалық жыныс тиегіш машиналары қолданылады. Дәрісте ұсынылған әдебиеттер тау-кен кәсіпорындарының құрылысы, оқулығы, жер асты тау-кен жұмыстарында дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы бойынша оқулық, сондай-ақ тау-кен кәсіпорынның құрылысы пәні бойынша курстық жобаны орындалуға арналған әдістемелік нұсқаулар. Бүгін 10-ші дәрісте 2-ші бөлімде шақты оқпан салудың 3-ші тақырыпшасы тік оқпандар құрылысын қарастырдық, яғни ондағы қазбаларды желдету және жыныстарды тиеуді қарастырылып өтілді. Дәріс аяқталды. Келесі 11-ші дәрісте 2-ші бөлімнің шақты оқпан салудың 3-ші тақырыпшасы оқпандар құрылысының технологиясы, яғни жыныстарды көтеруді, тұрақ тіреулерді орнатуды қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.